әкемізбен бірге оқитын кітап таңдайық. Жарайды ағатай. Санжар, біз мына кітапты оқығанбыз. Сосын мынаны оқығанбыз. Ағатай, біз бұл кітапты оқыдық па? Оқыдық, Санжар. Санжар, мына кітаптағы кейіпкерлерін есімдей ме? Жоқ, ұмытып қалыппын. Онда барып әкемізден сұрайық. Әке, мына кітаптағы кейіпкерлердің менің есіме түспей тұр. Сәбит Османов па? Бұл деген мықты жазушы. Бұның түгел біздер әңгімелерін оқығанымыз ішіндегі де. Бұл деген балаларым. Бұл Сәбит Османов деген мықты жазушы. Бұның біздер қандай әңгімелер естеріне білесіздер ме? Естеріне ме? Естерімізде. Қандай әңгімес? Менің есімде әңгіме ақ аруана есімде. Әңгіме емес бұл, Сәкен. Бұл аңыз негізі. Сол кездегі қазақ пен қалмақтардың арасында болған оқиға негізінде тарихта болған. Ал сол ақ аруанадағы әкесінің аты кім еді? Әкесінің аты Тұрлыбек. Тұрлыбек бұл әкесі болатын. Ал Тұрлыбектің жалғыз ғана баласы бар. Оның аты кім? Тауман. Тауман. Ал Тауманның жалғыз қарындасы бар. Оның есімі кім, Санжар? Қазына. Қазына, дұрыс. Сол кездері бұл деген Тұрлыбек елде батыр болған, білесіңдер ғой. Ол деген өте дәулетті болған. Содан бір күні бұны деген ауырып, бұл деген емші шақырады. Емді сол кезде емшіге айтады, жайықтың ар жағында ордалы жылан бар деп. Соған сол жыланның уын әкеліп берді деп. Содан уға кім береді? Уға оның ұлы барады. Ұлы Тауман барады. Тауман барып, сол кезде емші айтады оған. Бір аптада келіңіз, одан басқа әкеңіз аман қалмайды деп. Содан Тауман барғанда, ол жайықтың ар жағына өтіп, бір жыланды құмараға салып, еліне алып келеді. Бірақ ол кезде 10 күн өтіп кеткен болатын. Емші жаратпағанмен қалған халық, уа келді, Тауман алып келді деп. Содан бергенде әкесі басын көтергенмен, бірақ та ол кешеді. Содан сол кезде Тұрлыбек қаза табады. Ал сол кезде бұны көре алмаған руластары сол кезде көрші. Бұларға бір түнде қалмақтарға хабар беріп, қазақ жерін сол кездегі Тұрлыбектің ауылын басып, батырларын түгел алып, қарындасын, Тауманды сол кездегі әңгіменің аты қандай еді? Әңгіменің аты ақ аруана. Ақ аруана сол кездегі бұлардың бозінгендері болатын. Оның қасында кішкене ғана өзінің ботасы болатын. Соның бәрін батырдың сол кездегі өзінің астындағы жылқысын бәрін еліне қалмақтар алып кеткен болатын. Ал сол кезде Тауман қалмақтардың қолына түскеннен кейін Тауманды қалай қорлайды? Жау. Жаңа сойғай тайдың терісін Тауманмен бірге байлап тастайды. Иә, сол кезде жеңістің құрметіне сойылған тайдың терісін бана Тауманның денесіне тігіп, Сәкен, оны күннің астына қояды. Содан бір күні деген банағы қалмақтың ханы бұны шақырады. Айтады, сен бізге қарындасыңды берсең, маған тоқалдыққа, мен саған еліңе сұлтан қылам, алдыңа мал салам, деп. Тауман бұл қорлыққа шыдамай, бір түнде өзінің атын және қалмақтардың ең мықты шабат деген аттарымен бұлар өз еліне қарай қашады. Содан жолда бұлар деген артына қалмақтар 2 күннен кейін келіп жетеді. Бұлар бірақ сол кезде жайықтың жағасына келген болатын. Бірақ сол кезде соғыс болып, қарындасына оқ тиеді. Сол кезде бұған кім кетті? Қобыланды. Нағашылары Қобыланды батырдың ұрпақтары келіп, сол күні бұлар жаумен шайқасып, қарындасын сүйегін еліне алып, Тауман еліне қайтады. Ал енді балаларым осы ақ аруана аңыз аясында қандай мақал мәтел білесіздер? Өзге жерде сұлтан болмай, өз елінде ұлтан бол. Рахмет. Міне бізде осындай бос уақытымызды тиімді пайдаланып, керемет аңызды қайттан есімізге түсіріп, талдап шықтық. Ал ендеше құрметті оқырман, баршамызда үйде отырып, бірге отырып, кітап оқиық.